Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз сіздерге «Няня» атты 2017 жылы шыққан америкалық патолог фильмге қысқаша шолу жасаймыз. Әрине, видео басталмастан бұрын сіздерге ескерте айта кететін жайт бар. Видеода қолданылатын фраза жай қызық үшін жасалған, сондықтан да қатты жүректеріңізге қабылдамаңыздар. Олай болса көп созбай біз бастаймыз. Бәрі Коул есімді мектеп оқушысының жанайқайынан басталады. Ол жай уколдан қатты қорқатын, сол себептен дәрігер оған бәрі өтеді де кетеді деп алдау сұратумен болды. Және де укол салып жібереді. Бұдан кейін ол мектепке аттанады. Ол жақта Коулдың Мелани есімді қыз досы бар тұғын. Екеуі жақсы араласады. Меланиді өзінің әкесі келіп машинамен әкетеді. Мектептен кейін үйіне қайтып бара жатқанда үш бұзақы балалар Коулға тиіспекші. Оны мазақтап, одан соң итеріп, әбден күлкіге айналдырады. Бірақ та белгісіз жақтан Би есімді Коулдың жаңадан тағайындалған нянясы пайда болады. Ол бұзақы баланың құлағына былай деп сыбырлайды: Осы сөздерден қорыққан үш бұзақы қаша жөнеледі. Ал Би болса Коулға қарап оған жекелі сөздер айтады. Мен өмірге деген талпынысым пиздес. Мен ешкім сындыра алмайды. Ешкім мен жеңе алмайды, өйткені мен ешкімге зияным жоқ. Осыдан кейін оны үйіне дейін шығарып салады. Жолда екеуі әдемі тіл табысады. Коул Биге ғашық болып қалады. Енді бір-екі жерлеріне қарап енді өздеріңіз түсінесіздер ғой. Үйіне жетсе, анасы үйінің подвалының астын тазалап жатыр екен. Коул анасына: мен сенің шынымен балаңмын ба деп анау-мынау деп миын ашытады. Ал анасы: әрине, қазір сенде переходный возраст, бәрі өтеді де кетеді деп басу айтады. Жарты сағат өткен соң Коул әкесімен бірге машина айдап үйренбекші. Бірақ та Коул өзіне онша бір сене бермейтін. Сол себептен айдамаймын деп қылық салады. Әкесі бетінен қақпай, жарайды деп үйіне қайтады. Үйіне бара салысымен интернетте азанға дейін отырып, мектепке шаршап, ұйқысы қанбай барады. Мектеп ауласында жүргенде Бидің жақсы көретін қызы басқа бір ұлмен тұрғанын көріп қатты қызғанады. Бірақ та қолдан келер шара жоқ. Арши, яғни Коулдың әкесі анасымен бірге демалысқа кететіндігін айтады. Сондықтан да Би Коулға қарап қалды. Ата-анасы кете салысымен олар үйінде билеп, суға түсіп, ән айтып, мәз-мейрам болды. Ой, әкең ағыз. Бай, білгенін істеп атыр. Біраздан соң Коул Биге ата-анам осы ажырасып кетеді-ау деп әңгімесін бастай бергенде, Би ондайды ойлама, оданша Мелани жайлы айтшы деп сұрайды. Екеуі біраз әңгіме дүкен құрады. Би барып ұйықтап жататын кез болды десе, Коул ұйқысы келмейтіндігін айтады. Ақыры Би Коулды көндіріп ұйықтауға жібереді. Бірақ та ұйқының алдында Коул Меланиге қоңырау шалды. Мелани үйінен біртүрлі дауыстар шығып жатыр ғой дейді. Осыдан соң Коул үйді қарайын деп төменге түссе, сөйтсе онда Бидің достары келіп ойын ойнауда. Олар Макс, Эллисон, Джон, Соня және де бағанағы Бидің жігіті Самуэл. Және де ойын үстінде Би Самуэлге жақындап ерінен сүйіп алады. Ойында ештеңе жоқ, Самуэл да кетәрі емес. Бірақ та бір кезде Би Самуэлдің басына пышақ тығып алып, бір кесе қан толтырып алады. Сөйтсе бұл бір дәстүр екен, және де бұл қан аздық етеді. Әлі кішкентай баланың қаны керек екен. Осыны ести салысымен Коул бөлмесіне барып, есікті жауып алып, милиция шақырады. Одан соң төсегіне барып, ұйықтап жатқан адам сияқты болу. Бір минуттан кейін бөлмеге әлгілер кіреді. Есте болар бір жайт: бағана Коул ұйықтамастан бұрын оған әлде бір заттар қосылған лимонад іш деп Би берген тұғын, ал оны Коул ішпеген тұғын. Және де өтірік ұйықтап атқан кейіпте болып өзіне қан беруге мәжбүр болады. Әлгілер бөлмеден кете салысымен Коул терезеден қашпақшы. Бірақ та Би бөлмеде кетпей қалған екен. Би Коулға сөйлей бергенде Бидің даусынан қорқып құлап есін жоғалтып алады. Есін жиса, көзін ашса, әлгілер дәл алдында тұр екен. Би неліктен мен берген сусынды ішпедің деп сұрақ қояды. Ал Коул болса жауап бере отырып жайлап пышақпен арқанның жібін кесе жөнеледі. Би мен
еш нәрседе көрмедім десе би бұған сеніп, сенің қаныңды бір эксперимент үшін алдық дейді. Сони енді арқанды шеше бергенде милиция өкілдері үйге басып кіреді. Макс қолындағы темірін бір милицияның басына атып, дәл басына тығып жібереді. Дәл сол полиция Эллисонға оқ атып үлгереді. Басқа полициялар оқиға орнында не болып жатыр байланыс деп жатқанда Макс рацияны алып бәрі керемет деп қоя салады. Және де бұл шынында да жүзеге асты. Бәрі Эллисон мен иесі шығып атқанда Коул арқанын шешіп қаша жөнеледі. Джон бұны көріп қуа жөнелгенде баланың машинасына аяғы тиіп, үлкен баспалдақтан төмен құлап өліп қалады. Артынша Макс Коулды қуа жөнеледі, бірақ та Коулды әлсіз емес еді. Ол терезеден қашып үлгереді. Ол сарайға жүгіріп келсе, Самуэльдің өлген денесін көріп қорқып кетеді. Ол сол жерден фейерверктерді тауып алып, одан соң подвалға кіріп кетеді. Соня да қырсық шалғанда дәл осы подвалға кіріп келді. Коул одеялдың астына кіріп тығылады. Оны Соня байқамай подвалдан қайта шыға бергенде, тарантул, яғни өрмекші ойыншық тышқанға құрылған тұзаққа тап болып, одан дауыс шыққанда, Соня оны естіп, қайта подвалды тексере бастады. Сол кезде Коул одеялдың астында фейерверкті іске қосады. Бірақ та фейерверк дәл Соняның жанынан өте кетеді. Бірақ Соня тышқан қақпанға қолымен түсе қалады. Ал бұл Коулға қашуына үлкен мүмкіндік еді. Подвалдан шыға салысымен оны торымен жауып тастайды. Соня подвалды пышақпен тесуге талпынып көргенде, Коул спреймен Соняның бетіне шашады. Және де кенеттен оқиға орнынан жарылыс орын алып, Коул біраз жерге дейін ұшып түседі. Бұдан Коул шаршады, бірақ Макс емес. Макс оны қуалап жетеді. Және де қылқындыра бергенде әлгі бағанағы жүгермек бала келіп, Коулдың үйіне тас лақтырып жатыр екен. Макс мына жүгермек қалай біреудің үйіне тиіседі деп, Коулды баланың сазайын бер деп жібереді. Келе салысымен әлгі Коулды бір соққымен жерге құлатады. Коул болған жағдайды айтса да, оған сенбейтіндігін айтып, басына жұмыртқа жарып кетеді. Бұны көрген Макс қайта баланы қуа жөнеледі. Коул ағаштың үстіне шығады. Макс та қайталайды. Макс енді тиісе бергенде Макстың ауыр салмағынан көтере алмай, тақтай сына кетеді. Сатыға байланған жіп дәл Макстың мойнына түсіп, Макс сол жерде асылып қалады. Оқты би атады. Оны көре салысымен тағы қаша жөнеліп Меланидің үйіне келеді. Мелани бар болғаны оқиғаның бәрін айтып береді. Мелани сенетіндігін айтып Коулға көмектеспекші. Би бұл кезде Меланидің үйіне кірді. Екінші қабатта телефонның даусын естіп сол жақта көрді және де қайта төменге түсті. Бұл кезде Мелани Коулға сезімін айтып ерінен сүйіп алады. Мелани Коулға артқы есікпен шығарып салады. Коул үйіне жүгіріп жетеді. Үй қап-қараңғы. Эллисонның мәйіті жатыр. Бір кезде Эллисон өлмеген екен. Эллисон Коулға барып тиісе бергенде Би Эллисонның басын дырабашпен шашып жібереді. Би маған тек қана анау кітап керек, соны алып өз жөніме кетемін дейді. Ал бұған Коул сенбейтіндігін жеткізіп, бар шындықты әйтпесе кітапты өртеп жіберемін деп қорқытады. Би Коулға кітапты маған бер, бәрін басынан бастайық деп көзін қысады. Ал бұған Коул сенбей кітапты өртеп далаға қаша жөнеледі. Көршісінің бағанағы машинасына отырып, түрек жасап машинамен үйді соғып, дәл Биді өлтіреді. Осы дыбыстардан кейін көршілердің бәрі жетіп келеді. Ата-анасы да демалысына қайта келіп, милициялар да оқиға орнынан табылады. Дәл осымен кино аяқталды. Құрметті достар, осы кино жайлы ойларыңызды комментаториде қалдырыңыздар. Және де біздің каналды қолдап, лайк басып, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Қош сау болыңыздар.